Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді тауық аяқтарының рецептісін ұсынамын. Кез келген мерекелік дастарханға қоя аласыздар және кешкі ас ретінде ұсынуға да болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауықтың аяқтарын маринаттаймыз. Жарты ас қасық паприка және 1 ас қасық соя соусын қосамыз. Үккіштен немесе пресстен өткізіп, 2 бас чеснок қосамыз. 1,5 ас қасық майонез қосамыз. Және кетчуптың осы чили деген түрін қосамыз. Кішкене ашытылау дәм береді. Кетчуптан 2 ас қасық қосамыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және қалауларыңызға қарай кез келген дәмдеуіштің түрін қоссаңыздар болады. Мен бірақ ешқандай да дәмдеуіш қосқан жоқпын. Балаларға жегенге өте ыңғайлы, тұзды, ашты болып шықпайды. Енді тауықтың аяқтарын арнайы пешке арналған ыдысымызға саламыз. Бұндай ыдыстарыңыз болмаса, пештің өзінің противеніне астына пергамент қағазын салып пісіра берсеңіздер болады. Енді қалған маринатымызды тауықтардың үстіне жағып шығамыз. Егер тауықтың аяқтарын кешкі асқа ұсынғыңыз келсе, онда қасына картоп немесе әртүрлі көкөністермен бірге ұсынсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 50-55 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді, сочный тауықтың аяқтары дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, менің еңбегімді бағалап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта шығатын басқа да түрлі тағамдардың рецептісін жіберіп алмас үшін, менің каналыма тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойсаңыз жеткілікті. Тауықтың аяқтарын әрлеу өзіңізге байланысты. Мен мерекелік дастарханға осылай ұсындым. Достар, сонымен қатар менің каналымда тауықтың етінен жасалатын әртүрлі салаттардың рецептісі бар. Каналдан салаттар бөлімінен іздеп таба аласыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі кездескенше сіздермен болған Нұрзат.